Маған почта керек, почтаны беріңіз. Маған хат келген осында. Я на вас в суд подам, что меня снимать. Вы не имеете права. Иә, өзіңіз білесіз. Не имеете права меня снимать. Жоқ, кешіріңіз. Да, Не үшін почта, істейсіз дальше осылай? что? Жоқ, почтаны берсе, Меня беріңіз снимать вы маған. не имеете права. Иә. Не снимай меня, я тебе говорю, Жармаска понятно? болған. Алло, здравствуйте. Вот пришел человек на почту к нам. Человек пришел на почту, снимает меня на камеру. Пришел человек на почту, снимает меня на камеру. Вот. Имеет ли он право? Клиент, да. Мен тіл жанашырмын. Бұл біздің Қазақстанда бәрі орыс тілінде ғана сөйлейді, біздің қазақ тілінде сөйлейді. Біз сондықтан осындайлармен күресеміз шыны керек. Жоқ, сіз бұл жерде жұмыс істейсіз ба? Қалай? Жоқ, мен жұмыс істемеймін. Мен бұл Қазақстанның республикасы азаматын мен талап ете аламын. Бұл заңда бекітілген. Даже сен де басқа жерге барсаң, сен осылай талап ете аласың. Жоқ, негізі Маған сізге... бұл қазақша жауап беріп, өйткені ол көпшілікте жұмыс істеп тұр. Көрдіңіз бе, халықпен жұмыс істейді ол. Жоқ, Сондықтан солай түсіндім мен. Снимает, а потом выкладывает это в интернет. Жоқ, мен понимаете? Әрине. түсіндім. Сізге просто немене? Бересің, бермейсің хат. Представьтесь. Представьтесь. Түсінбедім мен. Представьтесь. Не Все на матом кым. Что Говори. дальше? Не разговаривай по казахскому языку, выложи это куда-то. Неадекватные люди какие-то Внимание, не ходят. обращай, Карин, ты дурачок, что ты обращаешь? Ну зачем вот это делать? Жоқ, енді білмесең мен кінәлі емеспін қазақ тілін білмесең. Енді не істейін, онда неге жұмыс істейсің бұл жерде? Біз қазақ тілін сөйлей алмайсыңдар ма бізді? Ты что? Сөйлеу міндеттісің сен. Я вас не понимаю. Маған жылаған Просто керек емес. переводчик, пожалуйста, разговаривайте. Маған переводчик керек емес. Что переводчик? Жоқ, просто бірақ не үшін сізге бірдеме керек па? Маған бара почта. хат келді, хат келді. Мен хатымды алу үшін Хат келдім. келді, сіз атын жөнін айтыңыз. Айтып тұрмын ғой. Айтыңыз. Жоқ, сіз Сізге береді. жоқ, маған айтсын, сұрасын адамша, мен беремін оны. Маған мен сұрап тұрмын оны, сұрап Жоқ, тұрмын. сіз өзі түсінесіз ғой, орысша. Жоқ, мен түсінбеймін орысша. Вообще түсінбеймін. Бағана ғана сіз маған айтып Я мен сонда мен өз тілімден, жоқ, өз тілімде сөйлеуге мен нем жоқ па? Құқығым жоқ, жоқ енді па? просто сен қалай ойлайсың? Айтыңызшы. Бәрі орыстар, Иә. қазақтардың ішінде. Білесің, қызмет көрсеткен жерде, қызмет көрсеткен жерде. Әркім, әр азамат қазақ тілін білу міндетті. Егер мұндай орталықта кім қай тілде қызмет сұраса, сол тілде қызмет көрсетілу керек. Ертең біз бұны алдын алмасақ, біз өзіміз орыс болып кетеміз. Біз жай сөйлеген өзіне біз орыс тілін араластырып сөйлейміз біз. Орыс болып кетпейсің сен. Болдың да сен жақтап тұрсың да, даже мені орыс болдың дей бер сен өзің. Жоқ. Сен ар намысың болса, сен мен саған жақтамас едім, бар ғой Менде шынымен. наоборот басқа болу ғой. Сен одан да араласпай ақ, одан да мен кәдімгідей қызмет көрсетсін қазақ тілін. Болды, басқа ештеңе жоқ. Маған письма керек. Жаңа хат келген маған, сол хатты беріңіз маған. Нет на ваше имя письма у нас. Я проверила. Нет. Микрорайон Одина, дом 23, да, у вас? Проверила, нет письма. Что дальше? Вы мне не можете отвечать? Я Түсінбеймін вас не сен. понимаю. Все. Я могу позвонить вашему почтальону, он с вами также на казахском языке поговорит. Я письма вообще здесь не выдаю. Что вы от меня хотите? Ничего. Все. Хотите, выкладывайте хоть куда. Мне все равно. Әрине. Сен де қазақ тілінде құрметтемейтінен әрине. Слава богу.